Бүгінгі видеода біз Free Fire'ды аяқтап тастаған, яғни 100-ші уровеньге дейін көтеріп тастаған аккаунттарды көретін боламыз. Ал сендер видео бастамастан бұрын әдеттегідей маған тіркеліп, осы видеоға лайк бас және менің осы каналымды 2000 подписчикке дейін жеткізіп тастайық. Бірінші 100-ші уровень аккаунт. Так, бұл 6 сағат бұрын ойынға кірген екен, ал ендеше профилін көріп кетейік. Так, профилін осыны кіреміз. Міне тура осы аккаунт. Енді өздерін көргенде 100-ші уровень және де аккаунтында 214 мың лайк бар екен. Бұл рейтингтан 71 эксперт екен, ал КБ рейтингтан 8163 очкосы бар, эксперт чемпион екен. Так, біз бұның аккаунты бір лайк пашырик. Бұл қателеспесем бізде араб регионның аккаунт секілді, бірақ тілін English деп қойыпты. Мына жақта бізде бүкіл эволюцияларды көтеріп тастаған, мына жаққа қойған екен. Сосын еще 100-ші уровенің эмоциясы, отжимание эмоция дейді. И мынандай акуланың басы бар екен. Енді бұл акуланың басы қателеспесем предзаказға шыққан болу керек. Ну жарайды, біз өзіміздің кезекті аккаунтымызды көріп кетейік. Міне бізде екінші аккаунтымыз, яғни тура осы аккаунт. Енді қазір кезде біздің региондағы аккаунт. Енді бұл аккаунтты бірі білсе, бірі білмейді. Ал ендеше біз бұл аккаунттың профиліне кіріп кетейік. Бұл да 100-ші уровень аккаунт, Нига Киевский и аккаунтында галочкасы бар екен. Қазір кезде аккаунтында 141 мың лайкі бар екен. Енді бұл бізде ранг отрядтан дейді. Бұл бізде 55 жұлдызды эксперт екен. Келесі бізде КБ рейтингтен, яғни 3551 очкосы бар екен. Астына партнер Карена, телеграмын жазып қойған, яғни Киевский FF, TikTokда Киевский FF дейді. Мына жақта бізде стенкінің 100-ші уровенің скины, яғни галочканы қойған екен. Ал екінші жағында бізде аккаунттағы ең редке заттарды қойып қойған екен. Енді бұның аккаунты өте керемет аккаунттардың бірі. Біздің региондағы қателеспесем өз еңбегімен көтерген шамамен бір 2-3 адам бар 100-ші уровенге. Солардың бірі тура осы аккаунт. Біз өзіміздің кезекті аккаунтты көрейік. Бізде тура осы аккаунт. Енді бұл аккаунт қателеспесем біздің регион аккаунт емес, 2 сағат бұрын ойынға кірген дейді. Ал ендеше профилін көрейік. Міне профилында бізде 100-ші уровень, 1 086 000 лайк бар екен. И КБ рейтингтан очкосы 18379 очкосы бар. Ал бұл рейтингтан 58 жұлдызды эксперт екен. Астында өзінің еразивадасы бар екен, 475 күн болған. И астына жаппау медалдарын көретін болсақ, бізде 3-ші пропуст, яғни черепа пропусттан бастап ойнағанды, и содан бастап барлық пропусттарды түгелімен ашып келе жатқан игрок екен. Ал екінші жағында бізде ешқандай зат қоймаған екен. Прайм 8-ші уровень еразивадасын до конца көтеріп тастаған. Жапы өте кереметті аккаунттың бірі. 4-ші аккаунт. Бұл бізде 43 минут бұрын ойынға кірген екен. Ал профилына кірек. Міне бұл да 100-ші уровень аккаунт. Әдеттегіде аккаунттарда да галочка бар екен. Және 466 мың лайк бар екен аккаунтта. Бұл өте жоғары лайк десе де болады. Королевский битва, яғни бізде КБ рейтингтен очкосы 3137 очко, 3 жұлдызды, рангтан 21 жұлдызды екен. Ал ендеше екінші жағын көре кетсек, бізде әдеттегіде барлық эволюцияларды түгелімен көтеріп тастаған екен. Және профилына 4 жана 4 галочка қойғанда, и ортасына 100-ші уровенің эмоциясын қойған екен. Ал медалдарына кіретін болсақ, бізде мына бізде хипкоп пропусттан бастап жалпы ойында бастаған екен. Бірақ ол өзі нақты ашқан, осен звер пропуст, яғни ковбойдан бастап пропусттерді ашып келе жатқан ойыншы екен. Сетіне келетін болсақ, мен қателеспесем, мынау тиктокерма сондай бір нәрсесі бар, бір эдит сияқты монтаждар түсіреді. Жарайды, біз кезекті аккаунтымызды көрейік. Бұра осы аккаунт 1 сағат бұрын ойынға кірген. Ал ендеше біз бұның профиліне кіретін болсақ, бұл аккаунтта 100-ші уровень, тілін Englishқа қойған екен. Аккаунтта 442 мың лайкі бар екен. Және де көзе КБ рейтингтан 9056 очкосы бар, ал бұл рейтингтан 55 жұлдызды эксперт екен. Бұл еще ютубер екен, астына өзінің ютубын жазып қойған. Казы гейминг ютуб 1 миллион лайкс, комплейт KRWO юма сондай зат жазып қойған екен. Ал екінші жағында жалпы бізде 6 клаунның түрін алған екен. И астына Skyjet'тің
пропусктың осы екі түрі бар дейді. Және бізде төртінші пропустта берген, яғни королевская пропустта берген маскасы, және бізде пират пропусттың предзаказына шыққан стенкасы и ақштаны ангелді қойған екен. Жетілет, және де әдеттегідей 100-ші уровенің эмоциясы и екі жағына галочка екен. Келесі аккаунтты көрейік. Осы аккаунт. Яғни бұл аккаунт 1 сағат бұрын ойынға кірген, бұл да басқа регионның аккаунты екен. Ендеше профилына кірейік. Міне, тура осындай аккаунт. 100-ші левел, 93213 лайкі бар екен аккаунтына. Nig X 5 жұлдызды босс, левел 100 деп қойыпты. Профилына Анна ББ. Help like for TikTok деп астына өзінің TikTok'ын LHZZZ деген өзінің TikTok'ы бар екен. Енді бұның жалпы КБ рейтингтен 6952 лайк болса, ал бұл рейтингтен 4-ші платинаның 3 жұлдызды ма сондайға жеткен екен. Ал екінші жағында жалпы біздің регионда болсын, жалпы көп деген ойыншы, яғни олд, бұрынғы кезде олд болған мықты скин, яғни оружиелердің мықты скиндеріне қойып қойған екен. Енді әдеттегідей 100-ші уровенің эмоциясы мен 90-шы уровенің стенкасын қойып енді бұл жалпы екі зат кез келген регионда өте реткі заттардың бірі. Біздегі кезекті аккаунт 20 минут бұрын ойынға кірген екен, ал ендеше профилына бір кіріп көріп кетейік, не аккаунт екен. Міне тура осы аккаунт. Ол да 100-ші уровен екен. 168 мың лайк бар аккаунтында. Шахадат деген никпен жүрген ойыншы екен. Бұның өзінің Facebook'та, TikTok'та, YouTube'ның да аты Шахадат Gaming. Лайк, дуа деп жазып қойды профиліне. Ну жарайды, біз бұның аккаунтқа бір лайк баш берейік. Енді бұда бізде бұл рейтингтен 105 жұлдызды эксперт чемпион екен, ал КБ рейтингтен 4228 очкосы бар мастер 2 жұлдызды ойыншы екен. Так, екінші жағына бізде көретін болсақ, бұл қателеспесем анимешник бала секілді, өйткені мына жақта бізде барлық анименің заттарын түгелімен алып жүрген ойыншы екен. Так, мына жақта медалын бір көріп кетейік. Бұл бізде қай пропуск, яғни пустинный деген шөлделаның пропусктан бастап ойнаған екен. Одан кейін звер дейді, и бұл бізде кровавая демон пропусктан бастап пропусктарды ашып келе жатқан ойыншы екен. Тек мына жақтағы Барадых инженерс деген пропустта ғана пропустта жапа ашпай қойыпты, и қалғанын түгелімен ашқан ойыншы екен. Бұлай шарапсақ, сеті өте әдемі, жалпы 10-нан 10 беруге болатындай сет екен. Кезекті аккаунт, міне тура осындай аккаунт екен. 2 сағат бұрын ойынға кірген. Еще бұл біздің региондағы аккаунт. Ойландаш? Міне запрос кетті бұған. Значит, біздің региондағы аккаунт. Ну жарайды, біз профиліне кірейік. Міне бұл бізде Бэдж деген қыздың аккаунты секілді, е. Бірақ менде түсінбей тұрған бір сұрақ бар да, бұның аккаунты 100-ші уровен. Бірақ қалай 46540 лайкі бар? Мен түсінбедім. Негізі бұндай лайкты қателеспесем 80-ші либо 75-ші уровен аккаунттарда болу керек негізінде. Бұл рейтингтан 84 жұлдызды эксперт екен, ал КБ рейтингтан 4368 очкосы бар мастер 3 жұлдызды екен. Ал ендеше екінші жағын көретін болсақ, бізде жалпы әдейі боттардың киім қойған екен. Ал медалдарына көрейік, бізде баяқтағы соңғы ашқан медалдардың барлығын 100 медалға жеткізіп и дальше алмаған екен. Так, бұл еще повелительный бур деген пропусктан бастап, яғни элитный пропусктың соңғы 3-ші пропусктан бастап ойынды бастағанда. И так, бізде 1 жыл, 2-3 3,5 жылда, я 3,5 жылдай ойынды ойнағанда, сол үшінде 3,5 жылда 100-ші уровенге көтеру мүмкін ба? Қалай ойлайсың? Давайте комментке жазып кетейікші. 3,5 жылдың ішінде 100-ші уровенге көтеру мүмкін ба негізінде? Бұл бізде қандай гильдияда? Warzone деген гильдияда екен. Қазір кезде бізде 4-ші уровен гильдия, қателеспесем бұл әрине өзінің гильдиясы екен. Профилына please go 50 like деп жазып қойған екен. Міне бұл аккаунтта 2 сағат бұрын ойынға кірген екен. Так, бұл әрине басқа регионның аккаунты. Ал ендеше профилына кіретін болсақ, міне 100-ші уровен. Оның да аккаунтында 48531 лайкі бар екен. Сонда қалай болғаны мен түсінбедім. 100-ші уровен аккаунттарда кем дегенде 100 мыңнан жоғары лайк болу керек негізінде. Өткен менің аккаунтым өз 94-ші уровен болғанымен 130 мың лайк бар. Сонда қалай бұл мен түсінбедім. Ну жарайды, біз бұған бір лайк басып жіберейік. Так,
Live Bro Sopen деген өзінің бір стрим аккаунты бар екен. Қателеспесем TikTok'та ма, YouTube'та ма болу керек. Осы видеоны аяқтағаннан кейін көрсеңдер болады жалпы. Так, ебой, мына жағында бұл өзі Ястребпен және М60 деген оружиемен ойнайтын секілді. Екеуіне 7-ші уровеньге до конца көтеріп тастағанда и профиліне қойып қойған екен. И еще бізде 90-ші уровеньнің стенкісі, әрине 5 жағына так, мынақа 2 галочка, мынақа 1 галочканы қойған екен. Рейтингтан 4634 очкосы болса, ал бізде бұл рейтингтан 2 жұлдызды эксперттің 4-ші дәрежесі дейма, ошым сондай дәрежеде екен. Бұл 8-ші уровень Prime, Super Gamer деген бар, и галочкасы бар екен, Content Maker деген галочкасы бар екен. Бұл аккаунтты көретін болса, бұл да 4 сағат бұрын ойынға кірген аккаунт екен, ал ендеше профилына бір көретін болайық. Міне ең соңғы аккаунт, бұл аккаунтта 100 уровеньмін дейді, и аккаунтында 44017 лайк. Сонда бұл қалай болғаны мен түсінбедім вообще. 100-ші уровеньге бұндай лайк деген өзі бізден нешінші аккаунт бір 4-ші ма 5-ші аккаунт болу керек, осылай болып атқан. 100.000 лайкі жоқ, бірақ уровені 100-ші уровень. Бұл бізде КБ рейтингтан 6913 очкосы бар екен, яғни эксперт 1 жұлдызды. Бұл рейтингтан 111 жұлдызды эксперт чемпион екен. TikTok'ын яқта жазылып тұрам бізге. GW Romeo 100 деп жазып қойған екен. Ал екінші жағында бізде 100-ші уровеньнің эмоциясы, сосын бізде Аян 94-дің эмоциясы, и стенкада жалпы 90-ші уровеньдегі, и мына жақта MP40-ды қойып қойған екен. Неразде водасымен 117 күн болған, и 1800 очконы до конца көтерген, және Super Gamer бар. Алдағы уақытта тағы да осындай аккаунттарды көру үшін ендеше маған тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетейік.